Қайырлы күн, оқырман қауым және желі қолданушылары. Қырыққұдық ауылдық кітапханасы қашықтықта жұмыс жасай отырып, ұмытылмас ұлы тұлға тақырыбында Қаныш Сәтбаев жайында видеослайдты назарларыңызға ұсынамыз. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев геолог ғалым, минералогия ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Ғылым академиясының негізін қалаушы академик. Ол қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданында 1899 жылдың 12 сәуірінде дүниеге келген. Табиғатынан зерек Қаныш Имантайұлы 1909-1911 жылдары өз ауылында орыс қазақ мектебінде оқып, 1918 жылы Семей қаласындағы семинариясын бітіреді. Семей қаласында өз ауылында мұғалімдік қызмет атқарып, 1920-1921 жылдар Баянауыл ауданында халық соты болады. 1921 жылы жазда Баянауылға емделуге келген Сібір өңірінің мәдени орталығы Томск қаласының технология институтының профессоры академик Михаил Антонович Усовпен танысып, қазақ жерінің геологиясы мен тау-кен байлықтар туралы әңгімелейді. Профессор Усовтың ықпалымен 1921 жылы Қаныш Имантайұлы Томск технология институтының кен факультетінің геологиялық барлау бөліміне оқуға түседі. Екінші курстан кейін Усовтың дала жұмыстарына қатысады. Институтты бітірген соң ол туған еліне оралып, оның геологиясын зерттеуге, ғылыми ізденістерінің нәтижесін өндіріске енгізуге зор үлес қосады. 1920-1930 жылдары жезқазған, Ұлытау, Қарсақпай, Қаратау полиметалл кендері жөнінде ғылыми еңбек жазады. Академик Қаныш Сәтбаевтың көп қырлы талантының жарқын көрінісі ол ғылым жұмыстардың ұлы ұйымдастырушысы болады. Оның халқына мұраға қалдырған қазынасы іргесін өз қалаған ғылым ордасы Қазақстанның ұлттық ғылым академиясы болып табылады. Қаныш Имантайұлы ғылыми ұйымдастырушылық жұмысқа 1941 жылы шақырылады. 1943 жылдан филиалдың төрағасы қызметін атқарады. Сол жылы геология ғылымында үздік жетістіктері үшін КСРО ғылым академиясының корреспондент мүшесі, 1946 жылы толық мүшесі, академик болып сайланады. Ол өзі негізін қалаған ұлттық ғылым академиясын 16 жыл басқарады. 1958 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев бастаған бір топ ғалымдарға орталық Қазақстанның кешенді металлогениялық және болжам карталарын жасаған үшін Лениндік сыйлық беріледі. Сарыарқа аймағында қара түсті сирек металлдардың жаңа кендері ашылады. 50 жылдарда ашылған кендер мен руда белгілерінің 90% болжам карталарының негізінде анықталады. Қаныш Имантайұлы сол кезде кеңес елінің жоғарғы марапат белгісі Ленин орденінің 4 рет иегері, Лениндік және мемлекеттік сыйлықтардың иегері болады. Осындай атақ дәрежеге қарамастан, Қаныш Сәтбаев әміршілдік жүйе орнатқан, қоғамдық тәртіпке сенімсіз адам